Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі шығарылымыз түстің түрлері жайлы айтылмақ. Түс әрқилы көріледі. Кейде есіңізде қалып кеткен жағдайлар, бұрын болған қандай да бір оқиғалар, күндіз-түні ойыңыздан шықпай, өзіңізді іштей мазалап жүрген күнделікті мәселелер, психикалық ауытқушылықтар, барлығы да ұйқы кезінде әсер бермей қоймайды. Мәселен, соғысқа барып келген адамның бірнеше ай бойы шошынып төсегінен атып түрегелуі осыған жатады. Бұдан басқа, ауру сырқау, уайым қайғы, түрлі рухани мазасыздықтардан барып көрілетін түстер де бар. Жатарда тұзды тамақ жеген адамның түсінде өзен, көл, сарқырама көруі, ашумен көзілген адамның түсінде ұрыс төбелес көруі, құмарлықпен жатқан адамның да соған қатысты жайттарды көруі. Абу Хурайра риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түстің қанша түрге бөлінетінін білдірген. Қиямет жақындағанда мұсылманның түсі көбіне рас шығатын болады. Сіздердің ең шынайы түс көргендеріңіз, еш өтірік айтпайтындарыңыз. Түс үш түрлі болады. Біріншісі рахмани түс немесе Алланың сүйінші хабары. Ал екіншісі шайтанның көңіліңізге қаяу салуы. Үшіншісі адамның іштей өз-өзімен сөйлескен нәрселері. Кімде-кім жайсыз нәрсе көрсе, тұрып намаз оқысын, ешкімге айтпасын. Түс жоруда имам саналатын Ибн Сирин бұл хадиске анықтама береді. Болмашы түстердің шайтанға тіркелуі. Өйткені сол шақырушы негізінде Алла адамның барлық жақсы жаман түстерін жаратады. Ал адам жақсы түс көрсе, мына хадиске амал ету керек. Жақсы түс Алладан. Біреулерің жақсы көретін нәрсесін көрсе, тек жақсы көретін адамына айтсын, және тек насихатшыл, дұрыс адамға немесе ғалымға айтсын деген. Достар, осымен түс жоруға арналған қысқаша шығарылымымыз аяқталды. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін. Менің каналыма жазылып, астына лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.